күтпеген қайғы болды. Кеша ауруханада жатты. Ол сені күтіп жүрді. Сөйтсе, сол таңертең Кешаны өлтірмек болған екен. Ол әдеттегідей үйінен шыққанда кенет бұрыштан киллер жүгіріп шығып, оқ жаудырды. Кеша қаруын шығарып, жауапты оқ атты. Киллер ауыр жараланып, өлер алдында тапсас берушінің атын айтып үлгерді. Бұл Кешаның ең жауыз дұшпаны болып шықты. Досым, сен кек алуың керек еді. Әли іске мұқият дайындалды. Ол нысанның күнделікті жүретін жолдарын, жиі баратын орындарын ұзақ зерттеді. Барлық ақпаратты талдады. Ақыры, объектіге өте жақын келіп, оның барлық әдетін біліп алды. Әли қаруын мінсіз күйге келтіріп, глушитель орнатты да күнін белгіледі. Ең қолайлы орын сауда орталығының құрылыс алаңы болды. Себебі ол адам бұл жерге күн сайын бір ғана күзетшімен келетін. Жоспар іске асты. Қожайын келгенде, «Жақсы сер, бәрін жинап тастаймын» деді. Қожайын шатырға көтерілді. Ол жерде ашық аспан астындағы мейрамхана салғысы келген. Киллер күзетшіні алаңдату үшін бір шелек лақтырып жіберді. «Барда тексер, ол не шу?» деді қожайын. Күзетші алыстаған сәтте Әли тасадан шығып, бүкіл оқшатарды нысанаға босатты. Қожайын арқа шегініп барып, құлап түсті. Әли алдын ала дайындалған арқанмен төмен түсіп, қашып шықты. Бірақ аумақ қоршауда еді. «Қарсылық көрсетудің мәні жоқ», деді біреу. Бұл тұзақ болып шықты. Оны қылмыс орнында ұстап алды. Барлығы білген, демек біреу сатып кеткен. Ұсынылған дәлелдерге сүйене отырып, Әли өмір бойына бас бостандығынан айырылып, құпия Роблокс түрмесіне жіберілді. Сот залынан шыққанда Әли анасына қарауға ұялды. Конвой тоқтауды бұйырды. Сол сәтте бір дәрігер жақындап келіп, бірдеңе сұрамақ болды. Бірақ укол салынған соң Әлидің көзі қарауытып кетті. Белгісіз формалы адамдар оны көтеріп алып, шатырда күтіп тұрған тікұшаққа отырғызды да, белгісіз бағытқа ұшып кетті. Есін жиған кезде қатты бас ауырып тұрды. «Барлық тұтқындар, камерадан шығып, Б секторына барыңдар», деген дауыс естілді. Б сектор серуен алаңы болып шықты. Тұтқындар топ-топ болып жүр. Әли жалғыз отырған мұңлы еркекке жақындады. «Біз қайдамыз?» «Мұнда ешкім қай жерде екенімізді білмейді. Ең қорқыныштысы, аспан көрінбейді. Біз жер астындамыз ба?» деген ой мазалады. Кенет бір банда тиісіп кетті. «Ей, жаңадан келген, менің шұлығымды жу!» Әли абдырап қалды. Сол кезде бәрі ауған деп атайтын жігіт араша түсті. Ол әлсіздерді ренжітпеуді ескертті. Бандиттер шегінді, себебі ауғанның өте қауіпті екенін білетін. Осылайша олар достасып кетті. «Мен бұл жерден қашқым келеді». «Бұл жерден ешкім қашпаған, бұл мүмкін емес. Душта тор бар, егер темір тауып алсақ, болттарын бұрап тастауға болады». Кенет бір қарт келді. «Кешке көмектесе аламын», деді ол сыбырлап. Қарт күзетшіні карта ойнауға шақырып ұтып кетті. Келесі күні оларда тиым болды. Душқа апарған кезде әдейі төбелес шығарылды. Сол сәтті пайдаланып, Әли 809 торды ашып, құбырға кіріп кетті. Ол канализациямен жылжып, люкке жетті. Ашып қалса, түрме мұхиттың ортасындағы кемеде екен. Ол кері оралды. Күзет бастығы болттардың бұралғанын көріп, біреу қашпақ болғанын түсінді. Әлиге сатқын болуды бұйырды. Ол келісуге мәжбүр болды. Барлық тұтқындарды камераларына қайтарды. Әли түрме кемеде мұхиттың ортасында екенін айтты. Сол кезде бір тұтқын пышағын көрсетіп, кейін жастығының астына тығып қойғанын көрді. Әлидің басында қашудың жаңа жоспары пайда болды. Ол бастыққа барып, әлгі тұтқын қашпақ болған хабарлады. Душтағы болттар жастығының астындағы затпен бұралған. Бастық риза болды. Әли асханада жұмыс істеуге рұқсат алды. Күндер бойы Әли асхананың еденін жуды, картоп тазалады. Сол жерде қоқыс тастайтын люкті байқап қалды. Ішінде қалтықта тұрайтын өткір пышақтар бар екен. Егер оларды сындырса, сол жермен қашуға болады. Оған өзінің тәрелкасына томпақ тарақанды лақтырып жіберді. «Менің тәрелкамда тарақан жүр. Бұл тұтқындарға әділетсіздік». Барлық тұтқыншылар соған қарады. Сол кезде шал барлығының тәрелкесіне тарақан салып жіберді. Сол кезде бүлік басталды. «Сендер не? Бізді тарақанмен тамақтарындар ма?» Ауған мен шал асханаға жүгіріп кетті. Сол жерде оларды Әли күтіп тұрды. Ол темір швабраны салып, өткір пышақтарды сындырды. Кезек-кезекпен олар трубаға кіріп, астыға қарай құлады. Қашу сәтті аяқталды.